Ассалаумағалейкум достар, бауырлар, құрбылар, қалайсыңдар? Бүгін біз Free Fire ойында мен турнирді қалай алдым және де мен турнирді қалай аламын, қандай тактика, қандай сырлар және де мен осы турнир ойнаған кейінгі менің опытым, менің ойға түйгенім. Достар, осының бәрі бүгінгі видеода айтылады, сондықтан менің анама кіріп лайк басамыз және де тіркелеміз. Достар, осы аптада 100 подписчик жинасам деген ойдамын. Енді осы аптада 100 подписчик жинауға тырысамын, достар. Тез сіздердің арқыларыңызға жинап тастаймын. Енді достар, бүйтейік. Келесі видео ол кидок ютуберлер деп аталады. Яғни менің опытым бойынша қай ютуберлер кидок, қай ютуберлерді ойнауға керек жоқ. Яғни сіздерді турнирларға кидать ететін ютуберлер, олар қалай десем болады, бір бастар істемей ма, сондай школьниктерді алдайды. Қараңыздар, салыстырыңыздаршы. Егер сіз кидок ютуберлер, жай бүгін айтпай қояйық, бұл жайлы келесі видеода айтамыз. Енді видеоны до конца көріңіздер, өйткені соңында сочно мощно жандай жаңа ақпараттар аласыздар. Кеттік. Осыдан кейін білмеймін, бола ма болмай ма, осы актив осы. Жоқ емес, өліп қалды, бегім айтпақшы. Бегім өліп қалды. Леон. Алынады Леон, пойди. Леон, давай. Ай, Леон өліп қалды. Осыдан каналдарың закрыт бола ма, сондай ғой, содан ғой. Ема. Абзарак, пойди матер. Кім тіркел, лайк басып отырын каналға. Күнде видео шығарып тұрам мен. Апта сайын видео шығарып тұрады менде. Анау алмазға аккаунтқа да розыгрыш болады, рандомайзермен аккаунтқа адам таңдаймын, рандомайзермен. В общем, мен ең соңғы видеома кіресіңдер, ең соңғы видеом бар, ана типа аккаунт Unity Team гильдия еле. Ең соңғы видеома кірің, ең соңғы Unity Team дейтінге. Соң астына бәрін комментке ID мен комменттерін жазып кетің. ВК ссылкалерін қалдырың, осын любой бір комментария жазың. Рандомайзерім таңдаймын да, сосын ВК-ға жазып, сізге осын аккаунттың заттарын жіберетін боламын. Еще видео түсірем, отқан адам победитель деп видео түсіремін. Алмас, рахмет тіркелген. Жоско ойнайды екен, молодец. Мына жоско ойнайды. Жазып кетесіңдер. Лайк басып, видеоны қатысып жазып кетің. Бәріңіз сояқта рандомайзер ма, содан табамын бәріңізді. 500 подписчик болғанға шығады ғой, квази. Молодец, жоско ойнайды екен. 430 подписчик болдым, молодцы, бля. Бүгін ғана 250 екен. 146 лайк. Базар жоқ. Тағы да ассалаумағалейкум достар. Енді мен өзімнің осы турнирлер жайлы өзімнің опытыммен, ойыммен, білгенмен бөлсем. Достар, менен де опытнее адам бар үйде. Менен көп турнирлерге қатысады, менен мықты ойнайды, такой потенциальный игрок дейді ғой. Достар, бұл жарнама емес, енді інімнің мықты екенін айтып жатырмын. Достар, былай енді көріп өткендеріңіздей менің ойнағанды. Мен 9 kill жасадым. Бұл мақтанарлық, өйткені мен мен үшін мақтанарлық, сіздер үшін білмеймін, достар. Сосын осы видеоны қарап отырсаңыздар, мұқият қарасаңыз, емі соперник маған бірінші атака жасайды, мен оған емес. Түсіндіңіздер ғой. Екіншіден, жоқ, дұрыс. Біріншісін айта берейік енді. Бірінші айтқанда енді ол маған бірінші атака жасайды, ал мен оған 2 есе қылып өзіне қайтарамын. Дұрыс па, достар? Осыған үйрену керек. Бұған үйрену үшін сіз тез ойнап білуіңіз керек. Екінші, достар, бұл бағана мен айтқандай тактикамды айтамын деген. Мен тактикам ол агрессивный игрок такой. Мен агрессивнің ойнағанда тез жылдам қимылдап алмау. Отырып стенка қойған ұнайды өзіме, сол сияқты көргендеріңіздер отырып стенка қойдым. Достар,
Менің тактикам бұл агрессивный игрок, пассивный емес, яғни кресса андай емес. Бірақ менің түсетін жерім пик емес, әрине. Менің түсетін жерім шипард, жаңағы бульсей, кладбище, стрельбище деген жерлер бар ғой, обсерватория, мындай алыс жақтарға түсемін. Ол жақта мен кемінде 3-2 килл жасаймын, кемінде. Ал енді достар, менің тактикам бұл мынандай. Лутыңа түстің, жаңағы жерге түстің. Сол жерден обязательно 1-2 адам өлтіру керек. Ал потом 1-2 адам өлтіріп болған соң, сен ол жерден таюың керек. Өйткені сені ол жерде қалсаң, сені ары қарай жаман последствия дейді ғой, жаман нәрселер күтуі мүмкін. Сені өлтіріп тастауға дейін барады адамдар. Жауыз ғой енді дүние дегеннен, достар, осылай. Достар, қарап отырсаңыздар, біріншіден мен агрессивный игрокпын. Мен тез ойнаған, жылдам ойнағанды жақсы көремін. Және де маған бірінші шабуыл жасайды, мен оларға 2 есе қайтарамын. Мен осы 3 принципті ұстанамын. Енді көз тек бітпесе, ары қарай да турнир ойнауды жалғастырамыз, достар. Осы видеоның астына көп лайк жинап кетіңіздер. Келесі видеоның тақырыбын алда айтып кеттім. Сол видео шығады, достар. Бәріңізге сәттілік, аман сау болыңыздар.